Біз үшін дүниелік ілім де, шариғи білім де аса маңызды. Ассаламағалейкум қадірлі ағайын, өздеріңізбен бірге мен Нұржан Жақсылық, сіздер жолаушыдан жауап бағдарламасын көріп отырсыздар. Алғашқы шығарылым Шымкенттің ең көрікті жерлерінің бірінде таспаланып жатыр. Бұл мегаполис тұрғындарының қыдырыстап тынығуына арналған орын жұрт Арбат деп атап кеткен. Бұйырса әр апта сайын халық арасынан кім, қайда, қашан сұрақтарына жауап іздейміз. Бар жоғы 5-ақ сауал, сұрақтарымызға нақты әрі дәлме-дәл жауап берген адамға Жәннатул Фирдауси қайырымдылық қоры атынан осындай дұғалар жинағы сыйға беріледі. Бұл сыйлық сұрақтарымызға дұрыс жауап берген адамдардың кәдесіне жарайтынына сенімдіміз, өйткені дұға кез келген жағдайда мұсылманға қорған болады. Олай болса, кеттік, біз бастаймыз. Әртүрлі тақырыпта бір 5 сауалымыз бар. Соған нақты жауап беретін болсаңыз, мынандай дұғалар жинағы бар. Жаттап алсаңыз, мұсылман үшін сондай пайдасы бар дұғалар ғой. Бұл адам қазақты бүкіл әлемге танытқан ұлы ақын Шынат Ибрахим, бірақ бізге басқа атпен белгілі кім туралы айтылып тұр? Қазақта ақын дейсіз ба? Иә. Білмейді екен. Абай. Кім? Абай Құнанбаев. Бәрекелді, дұрыс. Қателеспесем, Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев. Ибрахим ба? Бүкіл қазақ біледі, әлем таниды. Ақын. Білмеймін. Бұл адам қазақты бүкіл әлемге танытқан Шынат Ибрахим, бірақ бізге басқа атпен белгілі. Кім туралы айтылып тұр? Пайғамбарымыз. Не дейді, айналайын? Жоқ, қазақ. Қазақ? Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев емес пе? Дұрыс. Абай Құнанбаев. Шынаты. Құнанбаев. Ибрагим. Кім жауап береді? Жоқ, күйеуім жауап берсін. Бүгін бірге тұра алыңыздар мүмкін. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаева. Абай Құнанбаев. Бәрекелді. Абай Құнанбаев. Білмейсіз ба? Ойлануға да уақыт жоқ па? Жоқ, ойлануға уақыт бар, бірақ білмеймін ғой. Базар жоқ. Абай. Танисыз ба Абайды? Абай ғой. Молодец, Абай ғой. красавчик. Абай Құнанбаев. 1845 жылы туып, 1904 жылы қайтыс болған. Машалла, енді екінші. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының символы не? Нұр-Сұлтан қаласының символы. Өзен жер, есіл өзен. Білмейді екен оны. Символы? Бәйтерек. 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 Символы? Бәйтерек? Символы дегенде ол бұрыннан келатқан Астана болып табылады. Ал егіншіден ол жақта конституция кесілген деп айтса болады. Базар жоқ. Ол көбіне символ деген ғимарат көмекші. Бәйтерек. Бәйтерек или Экспо. Дұрыс, Бәйтерек. Енді екі нұсқа бар, енді өзім ойлаймын. Біреу, мүмкін Бәйтерек, Барс символы. Бәйтерек. Бәйтерек. Пирамида. Ой, шли ондай емес. Бәйтерек. Бәйтерек. Хан Шатыр. Көп қой. Ақорда. Нақтысы қайсы? Бәйтерек. Бәйтерек. Молодец, красавчик. Бәйтерек. Символы тәуелсіздік монументі шығар. Әр қаланың өзінің бір символы болады. Бәйтерек. Дұрыс, әпке. Қыран құс баптайтын адамды қазақ қалай атайды? Қыраншы дейма, бүркітші дейма. Келеді соған. Құсбек ма? Қыран құс баптайтын. Оны білмейді екен. Білесің да? Не тормозить, не керше басай. Бетіне айтып тастағасын да. Кеше ана соң. Әр қазақ білуі керек. Құсбегі деймін. Дұрыс па? Құсбегі? Келесі деген жоқ қой. Білмейсіздер ма? Жоқ. Жақсы. Сіздерге бұйырмаған екен. Сөзін ашығын етейін ба? Вообще, ойым басқа жақта жүр. Молодец, красавчик. Қыран құс баптайтын адамды қазақ қалай атаған? Құсбегі ма?
дұрыс. Құсбегі ма? Құсбегі дейді ма, ондай жоқ па? Бар аға. А базардың ініші. Құран керек. Құс. Құсшы ма? Құс. Не дейді ары қарай? Құс баптаушы ма? Құсбегі. Құсбегі. Құстарымыз. Бәрекелді. Мен білмеймін, сен білесің ма? Жоқ, білмедім. Звонок другу. Жақсы. Білмейді оны ше, бір адам білмеймін. Құсбағар дейді ма, қалай өзі? Не дейді? Құсбағар деп атайды ше. Соған келіп бардым, дұрыс айтасыз. Соған келіп. Құсбегі ғой. Қыран құс баптайтын адамды қазақ қалай атаған? Құсбегі. Не ғой? Ау? Өздеріңіз қалайсыздар, амансыз? Ау? Бүркітті андай қылатын адам не қылады ғой? Атымен. Ау? Құсбегі. Болды құсбегі. Жақсы, жақсы. Бүркітші. Құсбек. Құсбегі ма? Дұрыс. Білмейсіз ба? мойындау керек па. Ай, молодец. Коля, молодец. Ей, барым. Тосны. Сізге бұйырмаған екен. Жақсы бар. Құсбегі деп атайды қазақ. Қазақ жылдың қай айын көкек деп атаған? Көктем айы шығар. Көктемнің қай айы? Апрель. Ау? Қазақшасы қалай? Ақпан ба? Сәуір ма? Сәуір ма? Сәуір. Көкек деп атаған, так, не ғой? Апрель, қазақша айтайын, сәуір айын. Сәуір. Дұрыс аға. Бәрекелді. Сәуір или наурыз? Нақты. Сәуір. 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 Сәуір айын. Сәуір. Дұрыс. Мамыр. Наурыз. Или сәуір. Тұрды еще да шыққызмайма. Сәуір. Өзі 4 ақ аяттан тұрады. Қысқа болса да Құранның 3-тен 1-іне тең келеді. Сіздіңше ол қандай сүре? Ықылас сүресі. Бәрекелді. Осындай дұғалар жинағы сыйға беріледі. Өзіме де осы керек болып жүреді. Ішінде біраз маған көмектесетін заттар бар. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет. Ықылас. Дұғалар жинағы сыйға беріледі. Жаннатул Фирдауси қайырымдылық қоры, мынау Сарыағашта медресе бар ғой, білесіз ба? Үлкен мешіт бар. Сол медресенің қайырымдылық қоры. Мынау енді өзі кіші болса да, үлкен бәлелерден сақтайтын дұғалар топтамасы. Мұны оқып жүрсеңіз, үйіңізге әрдайым жақсылық келеді, береке орнайды. Үйіңіздің төрінде тұрсын бауырым. 4 аяқтан тұрады дейсіз ба? Аят. Аяттан. Шын айтайын, сүрелерді былай білемін. Ықылас емес па? Ықылас сүресі. Дұрыс әке. Сізге дұғалар жинағы сыйға беріледі. Рахмет. Қуаныштымын. Бұндай негізі өзім дұға намаз оқып шыққан едім. Соның да не шығар, күнім уже таң атқаннан бастап уже жақсы болып басталып жатыр. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Ықылас сүресі. Бәрекелді аға. Мынау дұғалар жинағы сыйға беріледі. Рахмет. Осыны әрдайым жаттап, үйіңіздің төрінде тұрсын. Бүгін осындай сыйлық алам деп ойладыңыз ба таңертең үйден шыққанда? Енді далаға шыққанда мынау күн шығып бір жақсы ауа райы болып тұрды. Енді өзім ойладым бір жақсы күн болатын шығар деп. Құдай қаласа мінекей, иншалла сіздерді кездестіріп, мынандай жинақты ұтып алған өзім қуаныштымын. Сіздерге рахмет. Фатиха, ықылас. Нақты. Ықылас. Сізге мынау дұғалар жинағы сыйға беріледі. Ясин сүресі. Тағы танымал сүре бар. Көп адам біледі оны. Насыр сүресі ма? Жоқ. Ықылас сүресі. Арнамыздың атынан әрбір мұсылманға қажетті дұғалар Рахмет. қажетіңізге жарасын. Рахмет. Ықылас па? Қалай? Ықылас. Дұрыс қандыз. Сіздерге мынау Жаннатул Фирдаус Сарыағаш медресесінің атынан осындай сыйға берді. Өмірлеріңізге пайдаланыңыздар, жаттап жүріңіздер. Алла өмірлеріңізге береке берсін. Ең ықылас. Алла өмірлеріңізге береке берсін, жігіттер. Мынау мұсылман үшін өте пайдалы дұғалар жинағы. Үйлеріңіздің төрінде тұрсын, жігіттер. Рахмет. Фатиха, ықылас. Нақтысы? Ықылас сүресі. Жақсы. Алла өмірлеріңізге береке берсін, балапандарыңыздың да өміріне береке берсін, білімдеріңізге, зейіндеріңізге береке берсін. Міне, ал сізге сыйға беріледі. Осыны жаттап жүріңіз, үйіңіздің төрінде тұрсын, әпке. Сіз білетін шығарсыз аға. Ой, тілім ұшында тұрмыз, айта алмай тұрмын. Аталар үйреткен шығар кезінде. Қандай? Ой.
ықылас сүресі. Жаннатул Фирдоус және де Сарыағаш медресесі атынан дұғалар жинағы сіздерге сыйға беріледі. Қадірлі ағайын, бастауы бар нәрсенің соңы, яғни ақыры да болуға тиіс. Алғашқы бағдарламамыз осымен тәмам. Біз өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Раббым баршамызға пайдалы білімге дұрыс амал жасауымызды нәсіп етсін. Алланың амандығында болайық. Жолда жолыққанша ағайын.